Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз татар тағамы вак балишты дайындаймыз, кеттік. Ең бірінші қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы тұрған айран қажет. Оған жарты шай қасық тұзымызды, ас содасын қосып, жақсылап барлығын бір келкі етіп араластырамыз. Келесі кезекте ерітілген сары майды қосамыз, немесе маргаринді. Маргарин болса, маргариннің майлылығы 60%-дан жоғары болған жақсы. Оны да барлығын араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнды саламыз, барлығын бірден салып жібермейміз. Бірінші жарты бөлігін салып, одан кейін қасықтың көмегімен араластырып, жұп-жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Егер де сіз 500 граммдық айранға жасайтын болсаңыз, онда шамамен 24 штуктай вак балиш шығатын болады. Ал егер де шағын болып шыққанын қаласаңыз, онда 250 грамм айран алып, яғни барлығын екіге бөліп жасасаңыз болады. Онда шамамен 12-13 штук шығатын болады. Әрине, ол сіздің отбасыңызға байланысты. Үлкен отбасы болса, онда 500 грамм айраннан жасаған жақсы. Қалған ұнды қосып, жұп-жұмсақ қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырды 30 минутқа тынығуға алып қоямыз. Енді вак балиштің ішіне салатын салмасын әзірлейміз. Ол үшін картопты ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Одан кейін пиязды да дәл солай ұсақтап тураймыз. Егер де пирожкидің ішінде пияздың дәмін білінбегенін қаласаңыз, онда блендерден өткізсеңіз де болады. Көкөністеріміз туралып болды, енді барлығын бір табаға салып араластыратын боламыз. Яғни фаршты етімізді, картопты және де пиязды. Одан кейін дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Тұзын шамалы көптеу қылып қоссаңыз жақсы, сол кезде вак балиштың дәмі ерекше дәмді болады. Ащы болғанын, яғни татымды болғанын қаласаңыз, дәмдеуішті де қоссаңыз болады. Барлығы жақсылап араластырып болып, енді қамырды осылай теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Одан кейін асты жабыспау үшін ұнымызды сеуіп, дәл видеодағыдай беляши сияқты біздің пирожкиімізді түйетін боламыз. 180 градуста пешімізді жақсылап қыздырып бастаймыз. Конвекция режимі болса, ең соңында пісер алдында бір 5-10 минут конвекция режиміне қоссаңыз болады. Ал егер де болмаса еш нәрсе етпейді, асты үсті қызатын етіп, солай жасайтын боламыз. Яғни пеште пісетін болады. Барлығы дайын болғаннан кейін, енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, беті қызарғанша бірінші пеште жақсылап пісіреміз. Пирожкидің беті сарғыш болып өзгеріп бастағаннан кейін, өзіңізге ұнайтын сары майды үстіне қойып, қайтадан бір 10 минутқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінеки біздің вак балиш дайын болды, ыстықтай кесек болады. Жаңағы біздің үстіне қосқан сары май вак балишке ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.